Мгм. Ассалаумағалейкум, сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Бүгін біз бір-біріміздің қонақтамыз. Мен Ануармын, және ар жақтағы экранда тұрған Ботағос Иса деген кісі. Сіз, Ботағос, өз-өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен өзімді таныстыруды шын айтқанда жек көремін. Жақсы. Не деп айтамын? Мен бір ауыз сөз айтамын, өзімнің қазақтың жанашырымын. Өзімше сол белсенді болып жүрмін. Жақсы, онда мен сұрақ қоя беремін. Ботағос, сіз қазір қай жерде тұрып жатсыз? Қазақстанның қай жерінде? Қазақстанның қай жерінде тұрасыз? Шымкентте ме, Таразда ма, Қостанай ма? Жоқ, мен қазір шетелде тұрамын. Шетелде тұрасыз? Шетелде, Европаға кетіп қалдым, иә. Европаны бір қалада тұрасыз ғой, иә? Иә, бір қалада тұрам. Қала Европа ұнайды ма? Европа? Әрине ұнайды. Бір жақтан, екінші жақтан жүрегім ауырады. Қазағым неге осылай тұрмайды? Қазағым неге осындай әлеуметтік жетістікке жетпейді? Бәрі осыны ойлаймын да, елді салыстырамын да. Енді сіз бір ой бар, қазақтар осындай тұрсын деген бұл. Сіз мынау қазіргі таңдағы Қазақстанда тұрғыңыз келеді ме? Әрине Қазақстанға қайтып келгім келеді. Қай жақтан сағынасыз сонда? Қай жағын сағынасыз? Бір туған ел, адамдар, не болмаса, кешіріңіз, кішкене ауырлау сұрақ қой, болуы мүмкін? Бұлай, шетел бәрімізге бір білінбейтін, бір айтады ғой, терра инкогнита дейді. Шетелге шықпаған адамдар үшін бір керемет, бір жағы қызық сияқты, иә. Сол алғашқы рет шетелге келгенде шын 3-4 ай қызықтанып жүресің, жан-жағына қарап. Кейін сіңгеннен кейін халықтың менталитетін көресіз. Соған қарағанда қазақтың менталитеті басқа, Европа халықтың менталитеті басқа екен. Олардың арасында біздің немізге қазақтың тәніне жатпайтын дүние көп. Мысалы, бала тәрбиесі, мысалы, жыныстық қатынастар дегенде. Мен мысалы өз басым патриархалдық отбасыда өскенмін, қалада өссем де, Қарағанды қаласында, орыстардың арасында өссем де, бірақ үйде мен алған тәрбие қазақи тәрбие. Сол қаныма сіңген, бойыма сіңген, сол шетелге келгенде мен сондай дүниені көріп жатырмын. Сол себептен менің ойымша, әрине өз елінде, өз жерінде болған жақсы. Өйткені мына жақта қосымша мен көп өз-өзімді жалғыз сезінемін. Балам қасымда болса, жалғыз сезінемін. Балама да ұнамайды. Бұлардың нелері, көзқарастары. Ботағос, келмейсіз ба онда Қазақстанға? Мен келе алмаймын, себебі маған іс қозғалған, сол іс жабылған жоқ. Сіз іс қозғалған болса, сіз қылмыскер болып саналасыз ба, жоқ па? Иә, мен қылмыскер болып саналам, қосымша мен іздеу салынған. Интерполда? Интерпол емес, бұлай, мемлекеттік аралық деген менің ойымша ісінген елдердің арасында деп ойлаймын. Онда мен сізбен сөйлесіп жатқан қылмыскермен сөйлесіп тұрмын ба? Солай шығар. Дұрыс қой, иә? Былай, заң бойынша. Иә, формально сіз онда заң бойынша маған тиіспейді ба, сен неге қылмыскермендермен сөйлесесің, араласасың деп? Жоқ, сіз ондайда бұлай деңіз. Мен ол қылмыскерді қолдап ештеңе айтқан жоқпын, жай қызық адам ретінде шақырдым. Мен оны білгім келді, ол қандай, кімді өлтірді, кімді тонап кетті. Иә, соны айтып беріңізші, кімді не істедіңіз? Кімді өлтірдім, кімді тонап кетті. Өлтірдің, қаншама миллиард доллар ұрлап, енді Европада жүрсіз. Өздеріңіз білесіздер, 14-15 жылдары Украинада жағдай болғанда, Майдан болды, Майданмен өз Украина халқы бір-бірімен билікпен қырылысып жатқан кезде Ресей дәл сол уақытта Крымға өтірік референдум өткізіп, Крымды тартып алды. Одан кейін Украинаның шығысына Новороссия деген жобаны енгізгісі келді. Сол жерде осы бүгінге дейін, яғни 5 жылдың ішінде 10 мыңнан адам екі жақтан қаза тапты деп отыр.
Сонда қантоғыс әлі бітпей жатыр. Ал енді Ресейдің бұл Украинаның ішкі саясатына кірген себебі Украина таможенный союз келесі жаңағы Евразийский союзға кірмейміз, халықтың айтқан пікірі біз кірмейміз, біз Евроодаққа бағытталамыз. Ал енді Украинаның сол кездегі президент Янукович жоқ, сендер біз Ресеймен одақтас боламыз деген. Сондай қайшылық туды, халық өзінің келіспеушілігін білдірді, көшеге майданға алаңға шықты. Сол кезде Ресей істеген осындай бір сондай бір қалай қарақшылық дейді ғой кәдімгі. Ал әлемде бұл оккупация деп саналады ғой, иә? Аннексия деп саналады, иә, үлкен заңдарды бұзылды деген. Бүкіл былай қараған дамыған елдер бұны енді Қазақстанның өзі де Ресейді қолдап атқан жоқ ресми. Ал Қазақстан елді бізге ол вақыттарда Украинаға бір жанашырлық, бір жағынан адамгершілігіміз бар, екінші жағынан бізге де сондай былай қарағанда қауіп туып жатыр ғой, әлде де бар, иә? Мынау менің зерттеуім бойынша Новороссия деген жоба бір күнде пайда болған жоқ. 2011-2012 жылдары ВКонтакте деген топта русификация Украины деген топты адамдар жиналып, сол 12 жылы Новороссия деген аты болған. И Новороссияның байрағы болған уже теоретически. Алдын-ала дайындалған олар, иә? Мен білгенше, енді сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме, менің алғашқы атым шыққан, мен 2014-15 жылы Қазақстанда қылмыстық кодекске сепаратизм туралы алғашқы рет бап кірді, сепаратизм деген. 2014-те ме? 15-те. Украинадан кейін, иә. Дұрыс, Қазақстандық жақсы жасалды. Иә, сосын мен өзімде қуанып, сол сепаратистермен, бізде солтүстікте көтеріп жатқан сепаратистер бас көтергеніне, мен де солармен қарсы шығып, билік мені қолдайды деп ойлап, солармен күрестім. Сол кезде мен ВКонтакте деген топқа шықтым, Северный Казахстан, Русская земля, или вернем Северный Казахстан, Россия деген. Сонда сол топта уже... Вернем Казахстан, Северный Казахстан, Россия деген Қазақстанның тобы ма сонда? Иә. Ол адамдар бар ғой, иә, сонда? Иә, 5000-дай адам болды, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан. Сонда біздің комитет... Енді мен соны комитетке аштым, иә. Соны мен айттым. Солай, мен оны жарияладым Facebook парақшамда. Сол кезде Трибуна газетінде істегенмін, Трибуна газетінде жарияладым. Мен былай дедім, қараңыздар, мынандай топ бар. Солай деп жатыр. Тіпті бұл топта Южно-Сибирская республика деген уже аты бар. Және байрағы дайын тұр. Және Қазақстан соған кіріп жатыр, иә, сол губерния болып, иә? Сонда уже сол кесілген аймақ, уже Южно-Сибирская республика Ресейдің несінде деген, федерациясына кіріп деген. Сондай алғашқы рет мені біздің билік КНБ мені назар аударған жоқ, бірақ мен қайта айта бердім, жаза бердім, қол жинадым. Ешқандай жауап берген жоқ па сізге? Тұра тұрыңыз, қауіпті тұр деп айттым, осынан Новороссия туралы айттым. Содан кейін бұл топты жапты 3,5. Сосын мен туралы заң KZ дегенде үлкен мақала шықты, солай блоктады депті. Ресейде блоктады, бұғаттады. Бұғаттады деді. Содан кейін Қазақстанда Ресейде бұғаттады деді. Алайда сізге рахмет ешкім айтқан жоқ па сонда үкіметтен? Жоқ, рахмет айтқан жоқ. Сосын мен сізге үкіметтің реакциясын қазір айтайын. Бұлай бұғаттады. Қазақстан Республикасы және Ресей Федерацияның заңына қайшылық келтіріп тұрған үшін бұл топ бұғатталады деп бұғатталды. Алайда бір айдан кейін Ресейде ол топ жұмыс істеп жатыр. Қазақстандықтар кірем дегендер кіріп жатыр, VPN-дерін қосар, кірет, ары қарай жұмыстарын істеп жатыр.
Вот сондай екі көз бояушылық болды деп табамын өзім. Ал енді ең қызығы біздің биліктің маған деген реакциясы. Бұл маған адамдар біреулер звондайды, біз КНБ-ден не керек сізге, үйге келейін деп едіңіз. Мен айтам, сіздер маған үйімізге керек жоқсыздар. Ендеше жұмысыңызға келді. Сосын сұрақтары былай, кімсіз, қайдан келді, сізді кім финансировать етіп жатыр, анау мынау. Мен айтам, жоқ, мен өзім азаматшамын. 2000 нешінші жыл? Бұл 2015. 15 жыл. Содан кейін мен айттым, мен өзім белсендімін. Ешқай жерден ақша алмаймын. Аты жөндері бар ма олардың? Ол аты жөндерін уже ұмытып қалдым. Бірақ есіме қалдырам. Сонда жас жігіттер келе берді. Одан кейін мені содан кейін қолдады ғой, енді не болса да. Қолдады, кім қолдады? Ел ба? Енді топтар жапты ғой. Иә. Содан мен мәз болып, ары қарай жұмысты атқардым. Содан кейін Ресейде, Алматыда братья славяне деген топтар болды. Олар қаланың сыртына шығып, олар не ойнайды, краскамен атысып ойнайды. Иә. Сосын олардың, ал енді братья славяне деген шын аты, ал жалпы аттары бұлай, 4 ВД жүргізетін машинелердің хозяиндары жиналған ғой енді. Иә. Джип хозяиндары. Олғы орыстар. Әрбір машинасында сол кезде GPS болды. Алматы облысы, Қазақстанның жалпы карталары да, сосын бәрі де бір-біріне байланыстар, бәрі бір-бірінде обрездері бар. Оны қайдан білесіз? Оны кейін, мен оны кейін білдім, бірақ соларға күмән түскеннен кейін, әрине тағы да мақала жаздым, қол жинадым, мыналарға назар аударылды. Кейін үшәріп оны тергейді, деструктивный деп табады. Сізге рахмет айтпайды. Рахмет түгілі тыңдаңыз, мені от кейін. Баяғыдан бір генерал болатын кісі қыз. Жоқ, бұлай, о жақта да бәрі де қанышер, жаман адамдар деп айтуға болмайды. Қазақтың жігіттері болды. Апай, сіз дұрыс, біз сізді сыйлаймыз дегенде болды, шын айтайын. Оларда да сондай адамдар, бірақ бұйықтан ары қарай кете алмайды ғой. Енді одан кейін тағы не болды? Одан кейін Қазақстан телеарнасында, жоқ, бірінші каналда, кино, о кезде Сулейман Великолепный деген сериал болды. Сол реклама кезінде бір күні қарасам, бұлай Ресейдің флагы кетіп жатыр. Бірінші канал Ресейдің флагы. Где-то 10-15 секунд Ресейдің флагы. Содан кейін үзіліс не басталады, реклама. Содан кейін мынау маған көрінді ме, жоқ, не болды деп, о кезде кішкентай видеокамерам бар, телевизордың алдына дайындалып отырдым. Сосын түсірсем, қарасам, шын бірінші Евразия каналында рекламный заставкасында бұлай ресейлік флаг жүрді. Сосын мен оны видеоға түсіріп алдым да, ертең күні Фейсбукқа салдым да, бас прокуратураға хат жаздым, бұл не деген сұмдық. Бұл канал қазақ халқының салықны арқасында істеп атқан канал. Үкіметтік канал, халықтың канал, национальный канал. Бұл жерде көрші мемлекеттің рәмізі, яғни байрағы не істеп жүр деп жаздым. Көп адам қол қойды. Бір уақытта қарасам, о кезде электронный подписпен жіберем, неге өзім жазам, еще қосымша электронный сайтпен тағы жіберем. Фейсбукта жібересіз, Жоқ, Фейсбукта жазам, содан кейін скриншоттарын шығарам да, сайттарына жіберем Еговпен. Содан кейін бір уақытта қарасам, жаздым, жібердім, ертеңінде қарасам, телевизорды қоссам, уже бірінші каналда ана флаг жоқ. Жай ғана серігіп қойыпты, Рахмет сізге. Мен оған тағы мәзбін. Сонымен бірнеше сондай болды енді жұмыстар. Рахмет тағы да әлде де жоқ, е? Какой рахмет? Бір уақытта содан кейін Тайшыбековқа бірнеше заявление жаздық, видео материалдың бәрі. Мынау Тайшыбекті қараңыз, кім Ботагөз ханым, сіз анау Тайшыбековті мүмкін кісілер танымайды шығар. Қысқаша айтып берсеңіз. Мен қысқаша айтайын, өзіміздің арамызда бір сондай, мен сіздерге айтайын.
2014 жылдан бастап Қазақстан аумағына Ресей жақтан үлкен ақпарат соғыс басталды. Соғыс олардың Қашаннан бастап дедіңіз? 2015-тен сол уақыттарда басталды. Сол басталды. Көп ақша бөлінді. Ольгина деген Петербургтың қасында не бар, поселок бар, сол жерде фабрика троллей деген бар. Оның жетекшісі Пригожин деген, оны Путиннің повары деп несі бар енді. Шын айтқанда, атауы Путиннің ақпарат соғыс Қазақстанға деген арнайы ақпарат соғыс жетекшісі сол кісі. Сонда олар не істейді? Оларда ақпараттық кәдімгідей әскер. Ақпараттық әскерде бірінші офицерлер дейді. Олар қазақ азаматтары, қазақ түрлері бар, қазақ аты жөні бар, бірақ орыс құлдар. Екінші жай әскерлер, қайда тұрады? Қазақстанның азаматтары, Қазақстанның азаматтары. Аттарын айтпай-ақ қойық, реклама жасамай. Бірақ мен олардың көбін білемін. Тыңдаңыз, ол офицерлер, Тайчыбеков бастаған тағы. Олар Москваға барған, 2 айдан 6 айға дейін оқуларын оқыды. Содан кейін келді. Көбі блогерлер, журналистер, сөйлей алатын адамдар, харизмалары бар. Сондай адамдарды таңдап, олар оқыды. Онда менің таныстарымнан да болған шығар. Байқасам, олардың сөздеріне байқағанда бір осы жылдарда бір Москваға барып келді деген естігенмін. Сосын қарасам, сендердің бір нәрсе маған бір... Сол әскери соғышта, Ресейдің әскерінде Қазақстанға қарсы шыққан 3 категория бар. Біреу жаңағы мен айтқан офицерлер. Екіншісі бұл тролльдар. Яғни бір адам 5-6 аккаунт ашады, сонымен қазақтардың миын құя береді. Ресейсіз адам болмайсыңдар, Ресейге қосылу керек. Үшінші категория бұл кімдер? Шын айтқанда араларымызда жүрген нелер, мақтабастар. Бірақ олар өздерінің ойлары сондай, бірақ олар шын адамдар. Содан кейін олар несін жасады, ақпараттық соғыс жасады, түрлі нелер болды, ақпарат болды. Сонда Тайчыбеков солардан ол енді нақты шықты, неге? Нақты шықты, бәрі жоспарды бәрін орындады. Оның айтып атқанынша, кәдімгідей ұсыныс Қазақстан Ресейдің губерния болсын деп кәдімгідей айтты, Оның негізгі айтатын месседжі арнайы, оның сөзі бұлай. Қазақтар халық ретінде өз мемлекетін ұстауға қасиеттері жоқ. Қолдарынан келмейді. Олар тек қана Ресейдің несінде, құрамында ғана өз-өзін мемлекет топыстып, өз-өзін халық ұстай алады. Жабайы халық. Тарих, бұлда қазақ деген халықта болмаған деп шықты ол кісі. Сонымен бұл кісіні жарайды, кім не айтпайды дейміз ғой, дауызы бар адам бар айта береді. Бірақ бұл кісі көп миллиондағандай подписчик тапты ютубта, анда-мында. Сонымен ол кісінің айтқан несі, мен ойымша, зиян Қазақстан халқына, Қазақстан ішкі саясатына, Қазақстан несіне, қалай стабильность үшін, тұрақтылығы үшін көп қауіп деп таптым мен. Мен ғана емес, көп халық наразылық білдірді, өзіңіз білесіз. Наразылық білдірді. Мен де ол кезерде бармын ғой, былай 5 жастағы бала емеспін, көрдім. Сонымен өтініш жаздық, сөйттік бүйтіп назар аударған жоқ, көп жыл назар аударған жоқ. Сосын біз ойладық, масқара мынау аузына келгенде айтып отыр, неге ешкімде ештеңе демейді, ешкімде ештеңе де жоқ. Бір күні ол да безнаказанный болып жүріп, бір күні бір пост жазды, шектен шыққан пост жазды. Сол постты мен сразу скрин жасап алдым. Ол скриннің, ол посттың бұлай мағынасы. Мен оны жатқа білем, бұлай, орысша жазды. 16-17 жылда мен
қолыма қару аламын. Ресейге, Кремльге қарсы шыққан қазақтарды атуға барамын деді. Түсіндіңіз бе? Атуға барамын деді. Себебі олар кезінде менің атам деді ме, атам атасы кезінде бір большевик болыпты. Соны бір өлтірген бір қазақтар бар, соны тегін алам деді. Түсіндіңіз бе? Оның алтынан қару алам, атам деп. Соны әрине түсіріп алдық. Қазір мен жаңыз мен ғана емес, басқа да адамдар көріпті оны. Түсіріп алды, неге скриншотқа, видеоға түсіріп алып, тағы да өтініш бердік. Содан кейін сот рәсімі басталды, оны тергеуге алды. Енді ол сонша үлкен бір өзінің статусы болған адам болғаннан кейін, сонша қоғами резонанс болғаннан кейін, біздің билік бұны жайдан жай қалдырғысы келмеді. Себебі реакция беру керек, халық шулап жатыр дегенде. Содан кейін оны сотқа тартты. 4 жыл сот 174 жыл берді. Ұлтараздық дегенмен, ұлтараздық тудыру деген баппен 4 жыл берді. Бас бостандығынан айыру деген. Алайда 2 жылдан кейін Ресей елшісі арқылы ол шықты. Ресей елшісі емес, бізде Алматыда орналасқан халықаралық құқық қорғау бюроның бастығы Жовтис, оның қызметкері Андрей Свиридов, олар жаңағы кімге Тайшыбековке бірнеше рет шетелден халықаралық дәрежелі құқық қорғаушыларды әкеліп, сөз бостандығын қысып, сол себептен бұл кісі түрмеде жазықсыз отыр деп, оны саяси босқын деп тап, саяси политический узник деп тапты. Оны тізімге кіргізді. Арон Атабекпен қатар, Жакишевпен қатар оны сол тізімге кіргізді. Онда Жовтистардың істері ғой, ар жағында тұрған Ресей болуы мүмкін, иә? Әрине. Енді сондай болды. Оның қасында тағы кім бар? Сычев деген бар, өзіңіз білесіз, сепаратизммен кеткен. Сычев деген жігіт болды. Ол да бір қазақтарға қарсы не жазған. Енді бүгінгі күнде Чуприн деген бар, енді соны қорғап жатыр. Чуприн деген Қазақстанға Ресейге қосылса қалай қарайсыз деген онлайн дауыс беру жіберген, Оны да соттады ғой. Алайда оны саяси өзіне құрбан деп тізімге кіргізіп, оны тағы нетіп жатыр. Ал енді заң бойынша 174-ші бап өте ауыр бап. Себебі ұлтаралық, дін дегенде экстремистік себеп табылады. Бұл баппен сотталған адамдарға я амнистия, я УДО деген жоқ. Оған қарамай, Ресей елшілігі бар, жаңағы Жовтистің бюросы бар, олар бәрі жабылып, Тайшыбековті шығарады. Енді қараңыз, УДОмен шығады. УДОмен шыққан адам заң бойынша. Мен өкінемін, алайда болашақта онда жазбаймын деп айтып шығады. Мен оны заңгерлерден сұрадым, адвокаттан. Енші мұна адам ашық айтып жатыр. Мен ондай жазған жоқпын. Мен өз ойымда қалдым, ешқайда таймаймын өз ойымнан деп айтып жатыр. Қазірде парақшасында тағы да одан да асқан ойлар жазып жатыр. Ешкімді ештеңе демейді. Ал не істейсіз? Ал енді менше... Сізге енді рахмет айтқан шығар осы кезде. Рахметтің орнына Тайшыбековтың соты біткеннен кейін таңертең сағат 8-де менің үйімді таңертең есік алдына шықсам, үйімді бәрі қоршап алды. 5-6 машине бір бандит ұстағандай. Түсіндіңіз бе? Енді былай қарағанда қараңыз, Ботауыз ханым, бұл жерде түсіндіңіз ба? Мен түсіндім деген былай дұрыс емес та, бұл түсінбейтін нәрсе. Түсіну мүмкін емес былай қарағанда. Мен шетелге келгенде... Сұмдық, жаңағы сіз қолдау, рахмет айту орнына біздің үкімет алды да, сіз қаншама елді қорғадыңыз, олардың істейтін жұмысыңыз қаншамасы жасадыңыз. Біздің
жұмысымызды былай қарағанда мен де оны істеу керек еді, енді үкімет те оны істеу керек еді, билік те дейік та. А сізді сол қаншама амалдан кейін сіздің жасап жатқан былай батырлығынан соң сізді сол қоршап жатыр, таңертең дейсіз ба? Полициялар ма, кімдер? Бұның алдында былай болды. Олар мені зерттеді, ресейшілер. Бір күні маған звондайды Шәріптен. Осындай уақытта келіңіз деді. Менің бір қателігім повестка сұрау керек еді. Мен ол кезде сауатсыз еді. Қазір ғой бәрін біліп отырмын. Сосын бардым, бір жас жігіт бір бөлмеге кіргізді. Ол бөлмеде екі жігіт отыр, екі орыс отыр. Мынадай семіз. Шошқалай, қызыл беттері бар, сап-сары, екі үлкен доңыз отыр. Онда арақ ішкен шығарсыз, қызыл болса. Сосын мен кірдім, сосын олар маған қағаздарын көрсетті. Мен былай өзім енді зрением нашар, былай Ресейдің несін көрдім. Таңбасын. Сосын үш жаңағы флаг, сосын бүйтіп көрсетті. Ашқан жоқ, жай сыртын көрсетті. Сосын мыналарға не жоқ десем, сосын маған қазақтың жігіті айтты, жас жігіт. Апа, мына кісілер сізбен сөйлескісі келеді деді. Бұл кімдер дедім. Бұл кісілер Ресей консулдығының адамдары деді. Сосын мен айттым, отырыңыз. Мен айттым, отырмаймын, сөйлеспеймін мені. Бұдан маған кім? Мен Ресейдің азаматы емеспін деді. Иә. Сосын мынау бір доңыз айтты, отырыңыз деді орысша. Мен айттым, отырмаймын дедім. Неге дедім? Мен айттым, неге отырамын дедім. Сіз маған кімсіз дедім. Сосын ана жас жігітке айттым. Доңыз деген мүмкін керек емес айту. Жас жігітке айттым, айналайын дедім. Мынау қазақ қауіпсіздік комитетте Қазақстанның мына адамдар не істеп отыр дедім. Бейшара сатқынсыңдар дедім. Дұрыс қой. Сосын есіктің қасында былай тұрып алдым. Жігіт жоқ, апа, жоқ, отырмаймын дедім. Ол жігіттің аты бар ма, аты жөні? Аты жөнін ұмытқам. Қай жерде ол Талғар ма? Жоқ, Талғар бәрі областной неде? Областной КНБ Илийский районда. Өтеген Батырда. Илийский район, Өтеген Батыр, сол уақыттарда тұрған жігіт, былай қарағанда Ресейлердің несіне бағынып, сізді олардың айтқанына бағынып, біздің... Ол жігіт, менің ойымша, ол жігіт жай ғана бұйрық орындаушы, ар жағында басшыларын істеп тұрған ғой. Сонда басшылар сонда Ресейдің несіне бағынып, солардың сізді шақыртып, соларға былай қарағанда беріп жатыр. Сосын? Содан кейін мен шығып кеттім, бірақ аналардың түріне қарағанда мен түсіндім. Бір жамандық болады деп басыма. Бір жамандық болады деп. Содан кейін бұл жазды күні болған дүние. Тайшыбековтың соты күзде болды. Сол кезден кейін, осы кездесуден кейін маған біледі, сізге іс қозғады деді. Хабар келді сізге? Иә, сонда іс қозғады деді. Қандай іс дедім. Сонда мен бұлай өтінішті көрсетті. Өтінішті бұлай жазып отыр. Гражданин Тайшыбекова, жаңа көрсеттің ғой. Ол түрмеде отыр ма ол кезде? Жоға, ол кезде ол бос. Сол кезде ол басталды. Әлі отырмаған ба, әлі отырып шыққан ба? Жоқ, сот басталған жоқ. Сот ноябрьде басталды. 2015 ба бері? Бұл 16. Ал жазды күні жаңағы кездесу болды, одан кейін маған іс қозғады деді. Негіз десе сол жаңағы Тайшыбековтың заявлениесі деді. Ол маған заявление жазды. Заявлениеде заявление аты жаңа көрдіңіз ғой, лидеру нации, оскорбление, лидеру нации деп жазды. Назарбаевқа, осындай, значит, адам сізді оскорблять етеді, сізге сөз тигізеді, содан бастады. Одан кейін филологиялық сараптама болды ғой, досудебный. Сонда менің 3 постымда ол таразылық тапты. Бірінші пост, тыңдаңыз, былай жазды мен. Русские все хотят уехать из России, но не хотят, чтобы приезжали в Россию деп жазды. Мысалы, мигранттар туралы жаздым, да? Өздері бәрі кеткісі келеді. Қазақстанға келгісі келеді, Ресейден қашқысы келеді, Қазақстаннан Ресейге не деді?
не дедіңіз? Жоқ, былай, мағына былай. Орыстар бәрі Ресейден кеткісі келеді шетелге, Америкаға да. Бірақ Ресейге мигранттар келсе, оны құптамайды. Иә, солай, дұрыс қой. Солай деп жаздым. Мен былай жаздым. Все русские хотят сами уехать из России, но не хотят, чтобы приезжали в Россию дедім. Иә, ну енді өзбектерді бәрі, олар қырғыздарды бәрі жамандайды ғой. Ұрады, өлтіреді, иә. Солай жаздым. Просто бір сөйлем жаздым. Хотят, не хотят деп. Екінші сөйлем былай. Екінші эпизод былай. Мен былай жаздым. Северные границы надо укреплять, потому что там непредсказуемый сосед. Иә, ол белгілі ғой, кімге де болса да. Иә, белгілі. Зато бұл криминальный болып шықты. Үшінші бап, мен серпін бағдарлама туралы, оңтүстіктен солтүстікке қазақтарды көшіру туралы бағдарлама. Қазір мен былай жаздым. Өте жақсы бағдарлама, солтүстікке қазақтарды көшіру керек. Ақ құлақтардың іші күйсін деп жаздым. Осыны жаздыңыз. Осы үш эпизодта мені ұлтараздық тапты. Сараптама. Яғни, северные границы укреплять, оказывается, это криминально. Про русских я так сказал. Ал енді ақ құлақ деген сөз, мен өзім филолог ретінде, орыс тілді маманым ғой өзім, мен өзімді қорғай аламын. Себебі қазақ тілінде ақ деген ол жақсы. Ақ бата, ақ келін, тағы не, ақ жауын, ақ орамал. Ақ деген тек тазалық пен пәктікті білдіреді. Қара сүйек дейміз, ақ сүйек бар. Өзімізді қара дейміз, қара қазақ дейміз. Ешкім ренжіп жатқан жоқ қой, қара қазақ десе. Ақ, әпедемі, құлақ. Бірақ мен ойладым, бұлар маған айтты, шын айтқанда, жаңағыда шәріптің адамдар тергеп жүргенде айтты. Апай деді, бұл біз сізді білеміз, сізді бағалаймыз деді. Сіз ұлтшылсыз, сіз жер үшін жүрсіз, сізді істеген істеріңізді бәрін біледі. Алайда бұл анау мұртының бұйрығы деді. Ол кезде де мұрты деген Масимов па сонда? Мұрты деген Масимовтың бұйрығы. Ол кезде Масимов болған ба? Как раз келді. Как раз келді сол. Как раз сол кезде келген сөз. Демек, былай қарағанда енді биліктен сондай Ресейден болды. Ар жағынан Ресейден. Иә, олар айтты, айналайында мынаны неме құтытып қойдың да, мынау кім өзі қайдан келген деп. Енді Ботагөз, содан соң сіз амалсыз шетелге кету. Жоқ, амалсыз емес, тыңдаңыз, мәселе онда емес. Мәселе мен өз-өзімді қорғап алушым, сосын тағы да адамдар қорғам дедім. Мысалы, қазіргі өткенде Мұхтар Тайжан да айтқан, мен сізді қорғам, көмектесем деді. Сосын ана Расул Жұмалы деген кісі бар, ол да маған қолдайым деген. Бәрді көмектесем деген, бірақ мен намыстандым. Сосын олар маған бәрі айтты, көбінесе условно береді, қайтесіз деп. Мен намыстандым, себебі ресейшілер бұлай деді ғой, мен сізге айтайын. Комсомольский правдада мен туралы мақала шықты, сондай не деп, қалай деп, Госдепке жұмыс істейтін адам деп, ол кезде бұлай шықты, бұлай болды. Анау Георгий ленталарды қазақ басқа лентаға ауыстырайық, яғни бұл Георгий Қазақстаны отаршылықтың белгісі деп мен қол жинағанмын. Қол жинағаннан кейін аппарат президентіға жібердім бұны. Тағы да қолдады ғой мені. Бұл 14-ші жылы, 15-ші жылы мені қолдады. Сода мен таңғы қалып, менде өзім жұлдыз болып кеттім аяқ астынан. Алайда кейін қараңыз. Кейін комсомольский, кейін аналар айтқан шығар десем, мен мынаны немен құтытып қойдыңдар деп. Кейін комсомольский правда үлкен мақала жазды мен туралы. Бұл әйел Госдепке жұмыс істейді деп, сол жерден ақша алады, бірдеме қозғалыстың басшысы, сосын бұлай деді. Бұны қазір бұған қазақ билік дұрыс істеп жатыр, бұған іс қозғады. Ботагөз Исаеваның аузын жапсақ, бүкіл Қазақстандағы нацпаттардың аузын жабамыз деді ғой.
Соны мен оқып, жүрегім ауырды. Олар нацпат дейді ма сонда газетте? Бізді нацпат, националист деді, иә, нацпаттар деді. Сосын мен ойладым. Нацпат деген национал патриот деген сөз ғой? Иә, национал патриот деді. Сосын мен ойладым, бұлар в моем лице, они хотят всех наказать, получается, иә? Енді ана жақта башқұрттар бар, татарлар бар, солармен, иә, соларға қарсы саясат жасағанда қазақтарға да жасап жатыр, иә, сонда Ресей. Мен былай дедім, өзіме де достарыма айттым. Қазақ елінде қазақ ұлтшыл сотталмайды. Бұндай прецедент болмайды. Я живым в руки им не дальше дедім мен. Намыстандым, шын намыстандым мен. Өйткені мен жаңғыз ботагөз иса емес, мен мысалы түрмеден қорықпаймын, құдай. Мен 86 жылы неде болғанмын, неде, 90-шы болғанмын Қарағандыда. Мен қорықпаймын. Мен өзім немін де жаңа, өзім борецпін, по натуре. Мен соны сұрайын деп едім. Біз сол уақыттарда үндемей, былай қарағанда тым-тырыс қазақтар сорлы деп айтпаймын, өзімді де айтпаймын. Соның өзінде үндемей қаншама көрді да, үндемей, енді Фейсбукта жазады, үйтеді, бүйтеді, нағыз қозғалыста енді амалсыз деген сіз ғой. Соны сіз сұрайын деп едім, сол сіздің айырмашылығы неде? Намыстандым, Ануар, сенесіз бе? Намыстандым, қалай еді? Бәрін аузын жабамыз деді. Сендер кімсіңдер, кет әрі. Жоқ, мен жаздырмай. Сосын маған тергеу болды, түнгі тергеуден мен түнгі 10-да шықтым. Маған елдер айтады, сіз қалай кетіп қалдыңыз? Сізге қалай рұқсат берді деп кетіп қалдым. Жағдай былай болды, бәрі біледі. Мен достарым. Түнгі сағат 10-да шықтым тергеуден. Маған ол кісі айтты, тергеуші. Апай деді, видно, тінтуден, видно, ештеңе тапқан жоқ қойдым. Себебі болмаған бе деді. Апай деді, ертең таңертең сағат 9-да киіміңізбен келіңіз, сонда адреспен жындыханаға сараптамаға жатасыз деді. Сізге сонда мүмкіншілік беріп жатқандай, иә? Жоқ, сараптамаға жатасыз, сараптама жақында бұл жабық больница ғой енді. Сосын мен ойладым, жарайды, мен өзі енді, жарайды, рахмет, неше деген, жарайды. Сосын түнде шықтым, түнде шыққаннан кейін достармен ақылдастым. Сосын бұлай шешімге кірді. Кету керек. Түнгі 10-да шықтым, түнгі 12-ден келген. Ол 2016 жыл желтоқсан ба қалай сонда? Иә, 7-ші желтоқсан. Шықтым, сағат 12-нің кезінде Талғарға жеттім. Содан кейін сестрам көршілерге, достарға барып жолда 3-4 чемодан алып келдік. Даже қорқып, светта жаққан жоқпыз. Перделері бәрін жауып тастап, қараңғыда тез киімдерімізді жинап, балам екеуміз сағат 4-те уже билет алды. Сестрам менің атыма, балам атыма Алматы 1 маңында машинаның ішінде отырдық. Аэропорт ішіне кірмей біреу көріп қоя ма деп. Машинаның ішінде бір жер үйлердің арасында Нижний Пятилетканың қасында бұлай отырдық. Содан кейін регистрация басталды Киевке самолетқа. Бір ең регистрация бітетін уақытына келді 20-30 минут қалғанда балам екеуміз чемодан кіріп, адып шығып, сағат 6-да, таңғы 6-да біз уже самолеттің ішінде отырдық. Сол себепті мен удостоверениемді я алып қойды жеке. Қай жерге самолет? Украинаға. Бірден Киевке? Киевке кетіп қалдым, иә. Өйткені визам жоқ, ештеңем жоқ, виза кетіп қалдым. Жеке куәлігімді милиция тартып алған, бірақ қолымда загранпаспорт болды. Не кетпеске. Сонда елдер, сіз қалай кеттіңіз? Мен айтып, түнгі 10-да шықтым тергеуден. Таңғы 6-да мен уже самолет ішінде отырдым. Сізді қолдады, сөйтті, бүйтті, сіз анам істедіңіз, ондай емес. Иә, әңгімеміз былай қызық деп айту болатын еді. Бұл мәселе қызықты емес қой. Былай... Бірақ таңғалатын дүниеде енді тыңдаңыз, ең қызығы, мен шетелге келдім, босқын статусын сұрадым ғой. Киевтен? Алғашқы жоқ, Киевтен емес, алғашқы Түркиядан сұрадым. Киевтен Түркияға барып.
Олар маған сенбейді. Мүмкін емес Апай дейді. дейді. Мүмкін емес дейді. Сіз өтірік айтып. Содан кейін журналистің несіне жібереді ғой қағаз. Мынау не? Бұл кім келіп тұр, қандай билік не, политический узник ба деп. Олар не деді? Олар біледі. Оны соттаған дұрыс, ол сөз бостандығын қысты. Тайшыбек, оказывается, свободу слова говорил. А мен оказался... Жовтис әлі тірі ғой, иә, сонда? Өткеннен кейін дейді, әлі жүр ғой. Әлі жүр, иә, сонда. Сонда олар маған сонда қағаз жіберді, мінездеме. Бұл кісі свобода слованы қысты, соттаған дұрыс, құдалаған дұрыс деп, бұған бермеңіз деген ғой енді. Сонда тыңдаңыз, неше жыл өтті? Мен қазір басқа елде тұрып жатырмын, Швейцария мен Швеция тұрамын, екі елде. Арасында жүрмін. Сонда қараңыз, бұл жерде Фейсбуктың ішінде ана беженцілер туралы бір ауыз сөз жазып көр. Штрафтан 7 жылға дейін бостандықтан айырылып кетесің. Кім жарайды? Мысалы, Европада қазір беженцілер көп қой. Арабтар. Солар туралы. Соларды бір российский бірдеме жазып көр. Менің таңғалғаным көп бір российский жазды высказывание деп бір адам сотталды, анау сотталды. Сосын мен айтқым келеді, біздің құқық қорғаушылар ғой в кавычках, свобода слова мен криминалдың арасындағы шекті білмейді ме, білгісі келмейді ме? Вот ана что. Жоқ, онда көрдіңіз бе, сізді анау Ресей бар, соған бағынатын болып тұр ғой біздің биліктегі адамдар сол бар. Солар менен жовтиста да бар. Бірақ егер сіздің тағдырыңызды осы уақиғаны қарастырса, сізді мақтау не болмаса былай жоқ, анау кім бар ғой, біздің атақты кемпір кім бар ғой, оппозиционер Гүлжан Ергалиева. Сол шықты ғой маған қарсы. Свобода слова қысып атсын деп. Айналайын, бұл жерде криминал. Қазір қалай өзге кешіріңіз, мен анау қалай ойлайсыз, біз Қазақстанда бір әлеуметтік енді жағдай өзгерді ма, кішкене көзқарастары? Бұрында сізді қолдайтындар аз болған шығар, белсенділер аз, қазір мықтылау болдық па? Қазір халық ояды. Бізді өзіміз, мысалы мен өзімді бір сол мақтанбай бір көшбасшы деп айта аламын. Себебі ол кезде Ресейге деген көзқарас басқаша болды ғой бұрын. Одан кейін біз көп ақпарат соғыс болғаннан кейін бізде Ресей туралы десоветизация тақырыбын, декоммунизация, анау соғыс туралы, ашаршылық туралы тақырыпты көтеріп жатырмыз. Анау орыстандыру деген тақырыпты көтеріп жатырмыз, өзіңіз білесіз. Тіл тақырыбы, тарих тақырыбы бәрін айтып жатырмыз. Қазір Аллаға шүкір, халықтың көзі ашылып келе жатыр. Мен де айтып отырмын, құлдық саладан құтылайық, ең алғашқы құлдық саладан құтылайық деп мен де айтып отырмын. Елдерде айтып отырмын, мен пікірлестерім қазір көбейді, Аллаға шүкір. Кешіріңіз, енді қазіргі билік енді өзгерді, біраз өзгерді дейміз. Саясат, сыртқы да саясат өзгерді. Ресейге қаншама қарсы былай құлдырап жатыр бұрыннан гөрі, өйткені санкция жасады оған. Сонда қазірдің біздің билігіміз мүмкін, енді мүмкін емес, не істеу болатынын сізбен қалай ойлайсыз? Қандай кеңес енді оларға қандай кеңес беретініңіз сізге қиындау? Мен айтатын едім, мысалы, қазір Масимов па, тағы да кім, Тоқаев па, осыны сізден кешірім сұрап, осындай жағдай болған екен, біз дұрыс қарамаған екенбіз, сізге енді рахмет айту орнына сізге тергеу жасаған екенбіз дегенде, енді сіз келіңіз деп, ондай мүмкін ба олар жасауын? Былай қарағанда, енді кез келген адам солай ойлайды ғой. Енді сізді былай шетелден мемлекет, былай қарағанда агрессордың несін тыңдап, солардың жолменен сізді былай елді қорғаған кісіні
қамайын деп жатқан. Енді олар егер қазір не айту болатын еді оларға, не істеу болатын еді, қандай кеңес беретін едіңіз? Кеңес дегенде бұл жерде кішкене түсініксіз ғой, бірақ та соның өзінде қалай кеңес беру болатын еді, қалай олар адам болып шығу осы жағдайда. Былай қарағанда олар енді доңыздық қасиетін көрсетті ғой сізге қарсы. Былай адам емес, мемлекетті қорғап атқан кісілер сізді бұлай жаудың несіне, жау деп атқанда, өйткені олардың сөздеріне қарағанда, жазғанына қарағанда, біздің тәуелсіздігіне қарсы қандай күштерге солармен бірігіп сізді енді қамауға дайын болған. Енді түсіндім. Мен көп сөйлеп қалдым. Қалай болатын еді? Мен сізді түсіндім. Былай жағдай, Түркияда жаңағы журналистің қағазы андай болғаннан кейін маған босқын статусын бермеді. Сосын мен Қырғызстанға келдім. Қырғызстанға келдім, қатты ауырдым. Өте қатты ауырдым. Бір тіріліп қалдым. Бұл өтірік болмас. Сол кезде маған емделу керек болды. Жағдай керек болды. Сосын менің адвокатым бас прокуратура Масимовтың атына, президенттің атына хат жазды. Осындай адамның ісін жабыңыз, өтінемін, елге қайтуға рұқсат беріңіз, құдалаушылық болмайды деген кепіл беріңіз деп. Сода олар бұлай жауап берді оған. Ботагөз публично Facebook парақшасында кешірім сұрасын президент. Бұл қағаз бар ма, ол хат, ресми хат қой? Оны маған ол қағаз бар, ол қағаз қазір осы жақтың билігінің несінде жатыр. Мен келгенде өзімнің деламды баптап неттім ғой, жібердім ғой, маған босқын статусын берсін деп. Осы жақтың билігінде ол қағаз бәрі. Копия қалған жоқ қой? Копия бар, бәрі. Жоқ, қазір жоқ. Демек, ол жақта айтып жатыр, біз оны кешіреміз деген секілді, егерде ол кешірім сұрасын, ол не деп кешірім сұрасын деп айтқан жоқ па? Жоқ, ол кешірім сұрасын, жоқ, хатта былай жазылды. Біз қарастырамыз, онда жағдайды қарастырамыз деп жазды. Сосын маған жай жазды, ал кейін маған адвокат ауызша айтты маған. Сіз бұл не қарастырады дегенде мен қуанып қалдым. Мен жабатын шығар, мен неге келетін шығар. Сонда маған адвокат ауызша айтты. Бұл не айтқысы келіп тұр бұлар? Олар береді. Апа деді, олар сізге ақсақалдан кешірім сұраңыз деп айтты. Сол кешірім сұрасаңыз... Ол ауызша болды бәрі, сонда? Ауызша болды. Хатта былай жазылды. Мы қарастырамыз, сізді сөйлесеміз, сосын сізге жауап береміз деп жазылды. Енді қарастырған жоқ па, олар сіз қарастыра алмайды ма? Жоқ, қарастырғанда олар біледі. Адвокат арқылы жібереміз жауапты деді. Адвокатқа жібереміз, маған емес. Сосын олар, адвокат маған ауызша звондады, маған біледі. Бәке деді, сіз ақсақалдан кешірім сұраңыз деді. Қай ақсақал деп мысасқаннан? Өйткені мен 16 жылға дейін шалға мүндем тиіспейтінмін. Мен онда жұмысым жоқ менің. Мына жақта елдің жері болып жатса, шалда вообще жұмысым жоқ ол кезде. Бірақ біздің биліктің бір жақсы қасиеті бар. Любой ұлтшылдан, бір белсендіден оппозиционер жасап алады. Ерексіз. Сонымен маған ақсақалдан кешірім сұраңыз, Facebook парақшасында деді. Содан кейін біз нетеміз деді. Мүмкін сонда елге келе есті жабамыз деді. Сосын мен айттым, шынысында ма, мен не үшін сұрамын? Жоқ, сұрамаймын деді. Мен сұрасам ертең елімнің бетіне қала қараймын, қара бет боламын деді. Өйткені мен өзім идеяны неткен ғой, атқа өзім идеяны жоқ, ондай болмайды деді. Түсіндіңіз бе? Бұл шешім маған өте ауыр тиді. Мен сразу айттым сразу. Бірақ алайда мен сізге айтайын, менің балам, өзім жаңыз балам бар, Алла берген. Сол балам өте қатты қабылдады.
даже суицидқа баруға мүмкін. Мама деді, сіз мені неге ойламадыңыз деді. Ол да менімен бірге қаңғып жүр ғой. Аты кім оның? Аты Самат. Самат. Содан кейін ол айтты, мен айттым, сіз кіммен сөйлесіп жатсыз, кешірім сұрамаймын деп. Мен айттым, солай адвокат сөйтіп айтты. Кешірім сұраңызшы, мен үйге қайтып келдім, мен шаршадым деді. Жоқ дедім. Содан кейін сіз Роза апайдың бір Роза апайды кешіріңіз, мен көріп жүрмін. Бұл жерде ар жағында тұрған сіздің жалғыз намысыңыз емес қой, ол елдің, қазақ елдің намысы ғой. Бұл анау Оғыз Доғанында сотында болғанда ол да былай жыла жаздай айтқан ғой. Мен қазір Түркияға айтсам осындай түсінбейді дейді. Қазақ жерде қазақша сөйле дегенде соттайды адамды. Өйткені біздің билікте сатқындар отыр. Халық мүддесін, ұлт мүддесін сатып жүрген сатқындар отыр. Оларды ауыстырмай, ешқашанда қазақтың жағдайы жақсыламайды. Қазақ тілін жақсы болмайды. Енді сіз сол 2000 нешінші жылдар Қырғызстанда болғаныңыз, жаңа айтып жатқаныңыз 2017 жылы 1,5 жыл болдым Қырғызстанда, 1,5 жылдай болдым. Сіз сол кездерден бір 2 жылдай бері сіз оппозицияға көштіңіз, шал деген сөзді қолданып жатсыз. Одан кейін. Онда бір жыл болды ма сонда сіз? Жоқ, 2 жылдан кейін, осында келгеннен кейін уже не. Солай деп түсініңіз, солай деп. Себебі маған не пайда болды да, қалай осындай әділетсіздік көргеннен кейін, өзіңіз ойлаңызшы, жаман үйдің қонағы билейді деді. Оны билетіп қойған кім? Біздің билік. Былай да қарағанда. Оған кінә қайда? Сосын мен бір нәрсе түсіндім. Біз Қытайды жамандаймыз, Ресейді жамандаймыз. Мәселе оларда емес, мәселе біздің билікте. Біздің билік қандай оларға нелер береді? Қазақстан ішінде билеп жүреді, өз әкесінің қалғандай. Олар өздері сырттан тыңдап жатыр ғой, қорқады ғой. Ресей не дейді, Қытай дейді, әсіресе Ресейден қорқып істеп жатқан амалдар емес пе? Өздері әпедемі ақ құлақтар деген, пушисты деген сөзді егер қолдансақ, аппақ деген сөз болса, бірақ та олар амалсыз, Путин айтқанын тыңдайды, өйткені анау саясат. Амалсыз болғанда амал бар. Оған политический воля болса, жақсы болушы, бірақ біздің халық осындай адамды, былай қарағанда, Қазақстанның барлығы бәрі ең көпті 500 адам шығар. Кімнің қолында десеңіз, 500 адамның қолында. Соған 17 миллион халық, соған қарап отырмыз ғой. Сіз енді сондай көзқарастасыз, иә? Иә, мен сондай көзқарасқа неттім, соңғы жылдарды, иә, ол сонда түсінік келді, бұл біздің биліктен болып жатыр. Ал елден бір қателігі бар ма бұл жерде өзімізден? Елден былай, иә, халықтың момындығы біздің қазақтың, бірақ оның негізі бар. Себебі біздің қазақ халқын ашаршылық кезінде, қалай, ашаршылықты ғалымдар да айтады, ашаршылықты басынан өткізген адам, я халық, ол өзінің қанында генный информация деді ғой, генный ақпаратпен ол қалады екен мына жерде. Миында санасыз түрде қалады екен сол ақпарат. Аштық сезген адам әрқашанда білдіріп тұрады. Ал бай болса да, дастархан толып тұрса да, онда мына жерде қалады. Бір аштық болу мүмкін деген ақпарат сигнал болып қалады. Сосын мен ұрлау керек, иә? Иә, ұрлау керек пе? Жоқ, ұрлау деп айтпаймын. Не болса да бір запас ұстау керек деген. Екінші, репрессияға ұрынған адам. Мысалы, көршіні нетіп жүрді, домалақ қағаз жазып,
нетіп жүрді, заңсыз адамдарды ата берді, жер аудартып жерді соттай берді, иә, сондай болды ғой. Иә. Болды. Оны да халық біледі. Қана халық жауы онымен сөйлеспе. Ал халық жауын үйін тартып алып, ана үрей, қорқыныш қалады ғой сонда. Әділеттікте біраз сезу, біраз... Содан былай айтқанда элементарно закон выживания дейді ғой. Біз мысалы қандай қазақпыз емес, орыспыз, еврейміз, біз бәрімізде былай айтқанда неміз ғой енді адамбыз. Биологический жануарлар сияқты бізде ең бірінші күнкөріс, соған не жасауымыз керек. Сонда жаңағы қазақтың тарихында болған үрей, ашаршылық, сосын басып отырды, қазақтың халқын басып отырды. Сендер кішігірім, біз ағамыз сіздер кішігірімсіздер, қазақ тілі болмайды, орыс тілі болады, қазақ деген халық болмайды, советский народ деген халық болады деп 70 жыл миына құя берді ғой. Содан кейін кәдімгідей осындай бір генотип пайда болды. Генотип. Жоқ, енді не істейсіз енді, ұрып соғып унижать еткеннен кейін. Кейде маған айтады адамдар, сіздің қазақ тілді... Сіз енді неге ондай генотип емессіз сонда? Сіз онда... Мен айтайын, менің генотипім бұлай. Неге ақсүйек болып шығып жатсыз біздің арамызда? Жоқ, мен ақсүйек емес, мен айтайын, мен неге бұндаймын. Мен орыстардың арасында, Қарағандыда күн көрдім, оқыдым, тұрдым. Олардың арасында выжить, это большая не, үлкен не, мінезді болу керек. Түсіндіңіз бе? Мен сізге айтайын, біздің класста 1,5 қазақ болды. Мен сосын бір жігіт болды. Ол жігіт ұялады қазақ, мен неге қазақ болып тұрдым, мен неге көзім былай, неге орыс болып тұрмадым деп. А мен бәрімен сол кезде нетіп жүреді. Ал енді көрші класстарда қазақ Қарағандыда қазақтардың саны 2%. Жалпы сіз білесіз, Совет одағы кезінде қазақтарды қалаға кіргізбеу саясаты болған. Өзіңіз білесіз. Көздері ашылады, неге кейін қарсы шығады деген себептен көп қазақ малда болды, өзіңіз білесіз. Түсіндіңіз бе? Ал енді қазір сол малдағы болған қазақ, ауылдағы келген қазақ бәрі қалаға келіп, бәрі көздері ашылып, ақылды болып, сауаттары ашылып жатыр. Енді ашылып жатыр. Түсіндіңіз бе? Енді өз Фейсбукта маған жаңа айтайын деп едім, елдер айтады, қазақ тілді Фейсбукта ашсақ, қазақтар бір-бірімен ұрысып жатады, қырылысып жатады. Иә. Мен айтты, қырылыссын, ұрыссын. Себебі 70 жыл пікірін білдіріп, мүмкін дұрыс емес те шығар. Дұрыс болсын, бұрыс болсын, бірақ өз пікірін жазып, оны қорықпай, білдіртіп жатыр, пікір таласқа кіріп жатыр. Ол да бұл өте орынды және заңды жағдай деп ойлаймын, өйткені халық санасы өсіп келе жатыр. Бұдан да өтуіміз керек. Бірақ алайда сын ойы деген, әрине, көбіміз адамдарға жетіспейді, сын ойы деген. Сосын фактчеклик деген бар. Жазған дүниені тексеру, фактчеклик. Тексеру, фактчеклик деген, мысалы, осы факт жазылады, оны тексеру. Мысалы, Google-да ашып тексеруге болады. Шынбашын емес пе деп, қаншамасын. Оны көбісі адамдар білмейді. Мысалы, ана жерде сондай өзіңіз білесіз, ақпарат соғыстың ең алғашқы кезінде Ресей мен Украинада, Ресейден былай шықты ғой, украиндер бір орыс баланы жеді ма бір нәрсе, құрбан шықты. Құрбан қылды, ағашқа байлапты. Соны біздің халық ойбай көбінесе сенді ғой соған. Бізде сондай, ол сенім дегенде ар жағында сенгіс, бұл жерде олар мүмкін ар жағынан ішінен қатты сенбейді, бірақ та анау енді күш қой ана жерде Ресей жақтан, олар соған бағынып сенеді. Мен солай деп ойлаймын, әйтпесе былай кезінде Геббельс, Гитлердің орынбасары, былай деген, маған ақпарат құралдар беріңіз, любой халықтан не жасаймын деді ғой. Стадо коров сделаю деді. Болды. Сонда біздің халық Совет одағынан келген халық телевизорда айтқан дұрыс. Оны қайдан білесіз? Телевизорда айтты деді. Түсініңіз бе? Газетте жазылды деді.
бұл жерде аксиома болып қабылданатын дүние. Бұл қалыптасқан. Иә, Ботагөз ханым, енді біз қазір тақырыпты көбінде сіз туралы болды, жаңағы уақиға қалай қайтып сіз шетелде болып қалдыңыз. Енді екінші былай тақырып болып тұр, ол саяси көзқарасыңыз, жаңағы оппозиция болғаныңызды айтып жатырмыз. Мен оппозицияға кіріп жатырмын қазір коалицияда, бірақ ұлтшыл ретінде. Біреу демократ болып жатыр, біреу социал-демократ, біреу тағы бірден либерал болып жатыр. Мен өзімнің негізгі көзқарасымды неткен жоқпын, өзгерткен жоқпын. Көрдіңіз ба? Оны жарайды, сіз анау айтып қойыңыз, ұлтшыл дегенде қайтып түсіну болады. Ұлтшыл дегенде басқа ұлттарға қандай көзқарас? Көрдіңіз ба? Сіз өзіңізді былай орыстар деп айтып жатсыз, былай оларға айтып жатсыз осындай деп, анау полиция Ресейдің азаматтарды да оларға бір эпитеттерді айтып жатсыз. Сонда сіз ұлтшыл болғанда националист деп кетпейсіз ба деген, қандай сізде қандай тормоз бар ма деп, қай жақта ол жағында? Мен сізге айтайын, националист деген шетел ағылшын тілінде национал деген үкімет деген сөз. Иә, біздің тілде ұлттық комитет дейміз. Жоқ, бізде үкімет емес, бізде ұлт деп санайды. Совет одағы кезінен қазақ, мысалы, Украин тілін қорғаған, Украин бір құндылықтарды Украин националист, қазақ тілін қорғаған, қазақ мүддені қорғаған националист деп негативный жақтан болды ғой. Олай емес. Менікі басқаша, националист деген ұлттық мүддені қорғайды деген сөз. Ұлттық мүддені дегенде қазақ ұлттық деген ба, әлде мемлекеттік ұлт? Мемлекеттік. Тәуелсіздік, ел. Мен өзімді сол елші деп өткенде Марғұлан Боранбаймен сөйлескенде де ол мен ұлтшылмын деп нақты айтады да, сіз секілді. Мен енді былай өзімді елшіл деп айтатын едім деген секілді. Ел дегенде енді мемлекет деп түсіндігім. Халықаралық неде? Халықаралық заңдарда андай не бар? Ұғым бар. Ұлт және этнос деген бар. Ұлт деген нация. Нация дегеніңіз ұлтқа, этносқа қарамайды. Мысалы, менің ойым былай. Қазақстанда бірақ ұлт бар. Қазақта. Әр түрлі этникалық жағын, этникадан шыққандар да бар. Арасында орыс бар, ұйғыр бар, мысалы, украин бар. Ұлттың белгісі көк паспорт. Қазақстанның азаматтығы бар ма? Ол қазақ. Түсініңіз бе? Екінші қазақ тілі. Ол этносқа қарамастан, егер паспорты көк болса, онда қазақ дейсіз, иә? Ұлтты сол деп түсінесіз, иә? Бұл нацияның екі түрі болады. Этническая нация и гражданская нация деген. Мен азаматтық нация туралы айтып, гражданская нация. Бізде Қазақстанда бірақ нация болу керек, қазақтар. Оларды біріктіретін бірінші көк паспорт, екінші қазақ тілі. Екінші не дедіңіз, қазақ тілі дедіңіз ба? Қазақ тілі, иә. Тілі. Енді бәрінің арасында теңдік. Қазақ, Ресей, неміс бәрі құқы теңді. Біреу үлкенірек, біреу кіші деп айтпаймын. Алайда титульная нация деген болады. Титульная нация деген басқа нациядан биік деп айтып деген мағынаны білдірмейді. Бұны дұрыс түсіну керек. Бұны ақымақтар титульный деп айтпаңдар, бәріміз теңбіз деп. Титульный деген мемлекеттің атымен сәйкес деген сөз. Мысалы, мемлекеттің аты Қазақстан болғаннан кейін титульный нация қазақ. Мысалы, кітапты ашсаңыз, титульный лист деген болады. Авторы жазылған, жаңа кітаптың аты жазылған. Бұл титульный лист, титульный нация қазақ болып қалады. Алайда бұл Қазақстанның оның құқығы басқа ұлттарға жоғары дегенді білдірмейді.
Мен де қазір қайталайын да, өткенде кім Марғұландар мен де айтқан, былай да айтамын, былай ойымша деген сөз. Қазаққа сен ең биік деп айту керек емес деп, әлі ерте ма керек емес. Қазаққа сен де адам деп жеткізу керексің. Әрбір қазаққа. Совершенно верно. Адам болғаннан кейін, тыңдаңыз, адам болғаннан кейін оның отбасысы болады ғой, әке шешесі болады. Сол сияқты оның ұлты болады. Мағжан Жұмабаевтың несі бар, 4 құндық деген бір өлеңі бар, ұмытып қалдым. Сонда анам, туған жерім дейді, елім дейді, анам дейді, тілім дейді. Осы 4 дүниені адам таңдамайды екен. Бұның бәрін Алла береді екен. Тыңдаңыз, анасын, жерін, елін, сосын мені тілін. Түсініңіз ба? Сол Алла берген осы құндылықтарға бәріміз ие болуымыз керек, одан бәріміз ешқайда қашпаймыз. Мысалы, бір қазақ орыс боламын деді, бір қазақ тағы неміс боламын деді. Бірақ Алланың берген түрі болғаннан кейін әрине бол. Бірақ сен 100% бола алмайсың. Мысалы, мен айтайын, осы шетелге келгенде мен көп ұлтты адамдармен кездестім. Арабтар, ирандар, парсы елдер, Афганистан елдері, қазарлар, пушту, алайда өз тілін білмейтін бір адам көрген жоқ. Бір қазақ әйел келді баласымен Алматыдан. Мен ол кезде неде тұрдым, лагерьде тұрдым. Босқындарға арналған. Енді келген жайт. Сонда маған айтты, Қазақстаннан бір әйел келді, барыңыз танысып. Жүгіріп бардым. Қазақтың әйелі жас келіншек, 35 сонда. Кішкентай баласы бар, 5 жасар баласы бар, ертіп келген. Екеуі. Ананы қуанып, амандасып, қазақша сөйлесіп жатсам, анау қазақ әйелі маған бетіме қарап, бос жеткізді ғой, я не понимаю деді. Сосын мен айттым, ендеше мен орысша не понимаю дедім де кетіп қалдым. Сонда біздің лагерьде 301 адам тұрды. Сонда маған елдер айтады, анау сен жерлесің ғой, кантриман деген ағылшынша соотечественник. Өздерің неге үшіндер, неге әңгімелеспейсіңдер деді маған. Сосын мен айттым, мен ол қазақша білмейді екен шығар. Қалай білмейді, ол айттым мен Қазақстаннан. Енді өздеріңіз Қазақстанда тұрып, қалай ол тіл білмейді. Мен сұраңыз өздерің, мен білмеймін дедім неге екен. Әдейі. Олар бәрі сұрағын ма, сұрамады ма білмеймін, әйтеуір маған бір күні береді. Мен бұрын келдім. Сондай қалаға барасыздар, бір офиске қағаздарымды апарасыңдар деді маған. Сосын маған айтты, қыс кезі мына елді апар, ол жолды білмейді деді. Пойызбен бару керек, одан кейін автобустық пересадкамен 5-6 сағат жүру керек бұл қалаға. Сосын мен айттым, жоқ дедім, мен ол әйелді алмаймын дедім. Түсініңіз бе? Себебі мен ол әйелмен қалай сөйлесем, ол орысша сөйледі, мен орысша білмеймін дедім. Мен қазақша сөйлеймін, және ағылшынша сөйлеймін. Сосын қарат-қаратта қақыты сөйлемейді деп тағы оқысы шықты. Білмеймін дедім. Содан кейін таңертең сағат 6-та мен тұрдым. Станцияға бардым, пойызға отырдым, жүрдім, қалаға бардым. Таңертең сағат 12-нің кезінде офиске жеттім, құжаттарын тапсырдым, кешке қайтып келдім түнде. Келсем, маған әйелдер айтады, анау әйел деді, қазақтың әйелі деді, баласын ертіп, қар бұлай, суық, аяз, станцияға барыпты дейді, басқа пойызға отырып, адасып қайтып кепті. Деп жылап отыр деді. Сіз оны неге қалдырасыз, қандай жүрегі қатез деді. Мен айттым, мен не қатыгездігім бар? Ол тіл білмесе мен ол қай тілде сөйлесем дедім. Мен орысша білмеймін дедім. Енді білесіз бе? Білмеймін. Ондай адамдарға білмеймін. Маған ондай адамдар керек жоқ. Мен шетелге келіп тұрып, Қазақстанда морда казахская, да, кешіріңіз. Қазақша мен ондай адам түсінбеймін, түсінгім келмейді, адам ретінде қабылдамаймын. Кешіріңіз. Онда сізде осындай ұстанымыз нақты айтыңыз, принциптер бар сізде ұстанымыз. Сосын, Ануар, сіз рұқсат берсеңіз, мен өзімді қайта айта беремін. Тағы да сіздің эфиріңізді пайдаланып, қазақтарға, қазақ елге бір айтайтын тағы бір дүние бар еді. Бір айта беремін, бұл бірінші рет емес. Біз қазақ халқы еркін қазақ болам десеңіз, біз уже колония емеспіз, отыршы. Еркін боламыз десеңіз, еркіндік
сыртта емес. Еркіндік заңмен қабылданбайды. Еркіндік мына жерде баста, біздің санамызда. Түсіндіңіз бе? Біз еркін халық болам десеміз, біз өзімізден бастауымыз керек. Яғни мен айтқым келді, аты жөнімізден. Біздің аты жөнімізде Офьев деген жұрнақ, бұл Ресейдің құлдық тамқасы. Мен де бұған сразу келген жоқ, мен айтайын, тіл сабағына барып жүрмін. Бірінші рет келдім. Сосын мұғалім, Африканың әйелі, бұлай қарайды да, менің фамилиям Исаева ғой енді. Сосын сіз орыссыз ба деді. Сосын мен айттым, жоқ, мен орыс емеспін деп, бұлай, жоқ, орыс емеспін. Сосын, кешіріңіз, сіздің фамилияңыз Ваға аяқталады деді. Сіз Қазақстан, сіздер Ресейдің колонияда болдыңыз ғой, түсіндім деді да, қойды. Бірақ маған мына жерге пышақ қадалғандай болды. Сонда колония жоқ, құл бар. Бұрынғылар. Колония 30 жыл жоқ, бірақ Исаева бар, Жетпісбаева бар, Мырқымбаева бар, Ахметова бар. Түсіндіңіз бе? Ахметов бар. Ахметов бар, тағы бірдеме бар. Оғанда. Сонда олар былай ойлады. Сен Офьевтен құтылмадың ба? Значит, формально сен құл болып қалдың, сол колонияның құл болып қалдың. Білмеймін, мүмкін мен бір нәрсені демонизировать етіп жатырмын ба. Бірақ менің ойымша, қазақ болам десем, ата жөніңді, атыңды, тегіңді жөндеші бірінші. Офьевті алып тасташы, бұл құлдық тамға. Біздің атымызға әдейі орыста бетіп кеткен. Сен кімсің сен? Ахмедовсың сен, сен Ресейдің орыстың құлысың болды. Оф деген, мен орыс тілі маманы ретінде айтайын, Офьев, ин деген, бұл это суффиксы принадлежности. Мысалы, Ки деген князь болған. Бұл кімнің қаласы? Киевтің қаласы деген. Түсіндіңіз бе? Бұл кімнің ұлы? Ивановтың ұлы. Иванның ұлы деген Ивановсын деген сөз. Болмаса Иван деген анау боярин болған, солардың нелері. Сонымен Офьевтен құтылу керек. Хотя бы анау Facebook парақшасында алып тастаңдаршы, Жетпісбаева дегендерді. Жетпісбаева деген адамдарды көремін. Бақыткүл дегендер. Мен туыстарым бар. Чувакова дейді фамилиясы. Чувакова. Мен айтам, қайдағы Чуваковасын? Атаның аты Шолақ емес пе? Енді баяғыда бір орыс жазған Чувак. До сих пор потом Чувакова болып жүр. Намыс қайда? Намыс қайда? Атасының аты Шолақ болған. Аруақ ренжімей ме? Бізде қазақта аруақ риза болмайды, тірі байымайды. Сонымен қазақтың болашағы боласын десем, сондай ниеті болса, Қазақстанның болашағы үшін. Оны болғыздырдың кесе, аруақ риза болу керек. Аруақ риза болу үшін атаңдың, үлкен атаңның атын ова, евамен нетуге болмайды, тірлетуге болмайды деп ойлаймын. Өз басым. Соны алып тастауға бәріңізді, сосын анау Ержан Тұрғынбай деген бар ғой, оппозиционер. Миллион подписчигі бар. Анау мынау халық оны қолдап жатыр. Еркін қазақ деген қозғалыс ашты. Өзінің фамилия, мен оған неге сенбеймін? Күшті сөйлейді, дұрыс сөйлейді, бірақ мен оны неге қолдамаймын? Өйткені мен үшін Ержан Тұрғынбай деп атын тегін жазған адам қазақшылық жоқ онда, ол өтірік. Тұрғынбай деп айту керек еді бе? Еркін қазақ қозғалысының Қазақтарда үндестік бар. Үндестік, еріндік үндес дейді ма? Сонда біз... Жоқ, үндестік заңы деген бар. Еріндік үндес түрлері бар. Сонда біз айтамыз, бүгін деп жазамыз, айтқанда бүгін дейміз, бүгін. Сондай ба, мүмкін соған сәйкес жазамыз. Жоқ, мүмкін емес. Мен қазақ тілінің грамматикасын жатқа білемін. Тұрғынбай деу керек. Үндестік заңы бойынша Тұрғынбай. Онда мүмкін ол білмейше айтыңыз, мүмкін
Ол қалай өзім еркін қазақ деп жүр, өзі аты жөнін дұрыс жазбаса. Білмей, білетін білмейтіндер. Білмей қойсын, значит оның дәрежесі, деңгейі сонда, не деймін? Жақсы. Соны айтайын деймін ғой. Көп рахмет сізге. Мен өзім қазақ тілі мәселеменен өзімше жүрмін, зерттегенде болып тұрмын. Әліппеменен байланысты сол бір таныстырып өтермін. Сіздердің топтарыңыз бар ғой, сол жердегі. Менің ойымша, сіз де айтып отырсыз ғой, қазақ тілдің маңыздығы бір тәуелсіздікпенен ел мықты болуына тілге көзқарас. Бізге қазақ тілдің деңгейі көтеру бір тәсілі, бір жолы бар. Ол көп жолдардың біреуі, оны ғылыми түрде көтеру көзқарас. Мен сізге айтайын, қазақ тілінің дәрежесін көтеру үшін ешқандай заңда керегі жоқ, ғылыми жаңағы сіз айтқан ештеңе де керегі жоқ. Тек қана қазақ ниеті керек. Мысалы, барған дүкенге барса, базарға, қазақша сұраса, оған сатушы керек, оны товарын сату керек, өткізу керек. Ол өзде қазақша сөйлеп кетеді. Спрос предложение дегенді білесіз ғой. Мысалы, өткенде өзіңіз білесіз, Оғыздоған банктерге барды, қазақша сөйлемейді деп наразылық білдірді. Сонда олар бұлай негіздеме берді. Біз дейді, біз қазір қалай, бәжеге ол менеджердің ішінде екеуі ғана қазақ тілді, неге олай дегенде, олар бұлай айтты. Олар негіздері бар, аспаннан алған жоқ, олар біледі. Банкоматтан қараймыз деді. Банкоматта қай регионда қай тілді басады? Көп басады. Қай тілді таңдайды, мысалы қазақ тілді. Соған қараймыз, мына регионда қазақ тілді банкоматты таңдағаны 30%. Яғни, о жердегі банкте 10 адамның 3-і қазақ тілді болды. Кейбір жерде 100%, кейбір жерде 1%. Соған қарайды, олар да аспанын алмайды, оған да клиент керек. Ал енді қараңыз, бәрі банкоматта қазақ тілін таңдап, жүрген жерімізде қазақша сөйлеп, олар ешқайда қайтпайды, оларға да клиент керек, оларға да не керек, қазақша сөйлеп кетеді. Бәрі бізден байланысты. Марғұлан Боранбаев дәл сіздің сөзді айтты. Егер мен ұрыспаймын дейді, егер қаласа, келсем, қазақшаға орысша жауап берсе, мен басқасына кетемін дейді, үндемей. Басқаларға да сондай. Мен баяғыда сөйтем, мен Талғарда жүргенде, Алматыда жүрген таксилермен сөйтіп қазақша сөйлейтін. Түсінемін, түсінбеймін, маған бәрібір. Клиент керек па? Мысалы, мен такси тоқтатам, қазақша айтам, маған жігер, чего не понимаю, скажите, дейді, на русском дейді, мен есті жауап жермен келесі такси тоқтатам. Бұл клиенттен айырылып қалды. Келесі 3-4 рет, 5-6 рет, 100 рет, 10 рет, содан кейін ана орыс таксиді ойланады. Айналайын, мен бүгін бір тиын тапқан жоқпын. Мен қазақша үйренейін ғой бір ауыз сөзді. Сонда мотивация деген болды, стимул деген болды, сосын спрос предложение деген болды. Болды, спрос предложение болса, ешқандай заң да керегі жоқ, ешқандай да біреуді қорлау, зорлау, методика да керегі жоқ, ештеңе де керегі жоқ. Бәрі үйреніп кетеді. Енді қоса салайын, болу мүмкін ба біздің билігіміз былай осындай саяси жақта, жан жақтан қарап, демографияға қарап, солменен санасып, өзі саяси амалдарды жасап жатыр. Айтылып жатыр ғой, басында қазақтардың саны аздау болды, сосын кейін қазір көбейіп жатыр, содан соң шығар бір қазір ұлтшыл болып шығатын кісілер, мен ұлтшыл деген кісілер де көбейіп жатыр. Және де билік те соған қарастырып, өткенде Тоқаев та айтып жатыр, бізге қазақ тілді халықаралық, ұлтаралық тілге ауыстыру керек дегенде. Мүмкін осыменен де байланысты шығар. Тарихи уже қазақ саны көбейіп жатыр. Артқа уже жол жоқ. Уже 70% біз Аллаға шүкір қазақ болды. Қазақтар балалар қазақ мектебі болды. Процесс уже жүріп жатыр. Артқа жол жоқ деп ойлаймын. Соны да билікте қарастырып жатыр. Әрине орыс тілді чиновниктерді қазақ тілдерге ауыстырып жатыр. Алайда тілмен ауысқаннан кейін қатар мына жері ауысса, қазақ мүддесі деп ауысса, онда нұрға нұр болып шығады. Енді қазір сіз саясатта жүрген кісісіз.
қауіп жоқ па қазір? Анау біз бөлініп анау мынандай болып мынау Сирияда көріп жатсыз ғой, бөлініп жатыр. Ливияда, басқа мұсылмандық елдерде бір-бірімен соғысып, дінге бөлініп, енді ұлтқа ма қандай тағы да көзқарастарға бөлініп, бір-бірімен соғысып жатыр. Бізге де осындай қауіп болмайды ма деген секілді. Қазір өзіміз қазақтардың өздері бір-бірімен кәдімгідей тістесіп болып жатқан. Олар өз бетімен тістесіп жатқан жоқ. Оларды бөліп жатыр. Бөліп жатыр. Қазақ тілді жаңағы бағана айтып кеткен қазақ тілді адамдардың көбі бәрі емес, көбі сын ойлары дамымаған, шын айтайын. Соны анау айтты, мынау айтты деп жүре береді. Мысалы, қазақ тілді Facebook былай бөлінді. Facebook өзін көрейік. Мысалы, діншілер қазір көбейіп кетті. Діншілердің 2 түрі бар, 3 түрі бар. Мен сияқты қазақи дінді мен өзім, ол дегеніңіз не? Арасында аруақтарымыз бар, 3 күн жаназамыз бар, тағы да ас береміз. Оларға сендер дұрыс... 7 шелпек бар. 7 шелпек бар дегенде, оны мойындамайтын, сендер дұрыс еместер. Араб құлдар бар, мен оларды араб құлдар деймін. Жаңадан пайда болғандар бар. Үшіншілер тигрианстер пайда болды, тәңіршілер пайда болды. Солар үшеуі оның өзінде де былай. Оны сырттан бөліп жатыр деп ойлайсыз, әдейі бөліп жатыр, өйткені бірлік болмаса, оларды билеу оңай. Бірлік болмаған халықты билеу оңай. Оны не керек онда? Қайтып, мен ойымша бір сіз енді айтып жатсыз ғой, ана жаққа айдайды, мына жаққа айдайды, ол айдалмау үшін не болу керек? Біз не істей аламыз? Не айта аламыз оларға, не болмаса елде? Бұлай саналы болу керек, түсіну деп, сауатты, сауаттарын ашу керек. Сол ішінде саяси сауаттылық бар шығар оғым, сол жақтан да. Дұрыс айтасыз. Сосын бар ғой бұлай. Қазақ бұлай, әрбір азамат бұлай ойлау керек. Мен анау емес, бізде лидер жоқ дейді. Бізде оппозиция жоқ деп отырады. Қайда аспаннан түсе ме, оппозиция Марстан түсе ме, лидер қайдан келеді? Сен өзің, мысалы, мен бір нәрсе байқадым, осы шетелде, Европада. Әрбір азамат, әрбір елдің азаматы, Европада, өз ел үшін өзін азамат деп сезінеді, қағаз бетінде емес, санау бетінде, Мысалы, бірдеме билік бірдемені дұрыс жасамай айтса, сразу хабар береді, олар сразу айтады, жиналады. Менің зарплатаны мен бұның асырап отырмын, ол не деп жатыр? Жоқ. Ол қараңыз, ол неге олар бізден ақылды болғаннан соң ба, мүмкін қазақтардың ақылдары онша емес па деген. Қазақтың ақылы төмен емес. Бұлар 200, мысалы, Швейцария 300 жыл соғыс ештеңе болмаған. Швеция 250 жыл соғыс, бірақ Германияда болды ғой. Германияда болды, бірақ Германияның бір жағында ғана болды, ГДР-да ғана болды. ФРГ-да болған жоқ. Түсініңіз бе? Сол себептен қазір Германияның халқы 2 бөлісті. Аналар коммунистік, кішкене бастарында сабақ бар, ал аналар басқаша ойлайды. Қазір уже 30 жыл өтсе де арасында, бірақ олар бір неге келгісі келеді, ниеттері бар, бір неге келгісі келеді. Бір халық ретінде сезуге ниеттері бар, олар болып жатыр. Алайда біздің қазақ ақылы, даналығы да, халық дана, халық біздің қазақтың халық көрмегені жоқ. Алайда біз өзіміздің елімізге жауаптыны нетуіміз керек, сезінуіміз керек. Мысалы, анау күні кеше 40 гектарды орыстарға беріп қойды. Анау компания... Или атау не ма? Парктың ба? Құлтау. Компанияның аты Құлтау. Өзіңіз ойлаңыз, Құлтау.
Бізде ондай тау бар ма или Алатаудың арасында? Білмеймін, мен өзім теория заговоровқа нетпеймін, бірақ Құлтау деген мен күлкі деп, мына компанияның аты Құлтау. Ал енді азамат орыс болса, Қазақстанның азаматы болса, артындағы Ресей компания болып шықты ғой. Капитал Партнерс деген компания Мәскеуде, Мәскеу облысында, Санкт-Петербургта құрылыспен айналысатын компания болып шықты. Ал енді сол жерлердің бәрін управляющие Москваның сумының анау басты менеджері болып шықты ғой. Жаман орыстың қызы Ольга комиссар деген қыз ана қазақтың жерлерін билеткізіп қойды. Сонымен бір қазақтың отбасы бір көшеге деп табиғатқа шығып бір демалайын десе, анау шетелден келген орыстан рұқсат сұрау керек, оған ақша беру керек. Өз жерінде, өз елінде. Сонда қазақ біздің бабаларымызды, жерімізді терімен, қанмен, біліктің үшімен не үшін қорғап алды? Сол бір жаман орыс келіп бізді билеткізіп, жоқ айналайын, мен оған келіспеймін. Алайда халық үндемеді. Түсіндіңіз бе? Үндемеді. Жазды, қойды, қонағына кетті, тойы бар, кетті. Айқай, әлеулай, кетті, тойына бар, тірлік бар, анау бар. А оны басқа адамдар шешсін. Ондай болмайды. Біздің ортақ жеріміз, ортақ еліміз ол. Мысалы, Тайшыбековтен мен көп сөз естідім. Алайда қараңызшы, Тайшыбековтен шын айтқанда жеке қатынасымыз жаман емес. Ол менің әкем шешемді балағаттаған жоқ, ол менің үйім тартып алған жоқ, ол менің огородыма тескен жоқ. Алайда қазақтың жері туралы сөз болды. Түсіндіңіз ба? Ал енді мен қазір үйімнен айырылдым, жерімнен айырылдым, отаннан айырылдым, 4 жыл қаңғып жүрмін. 4 жыл қаңғып жүрмін балам. Қанат не істеп жатыр? Жүр қазір қатырды жұмыс істеп. О, мамандығы не? О, мамандығы бойынша бұл жақта істей алмайды. О, қандай мамандық? Оның мамандығы біздікі баяғы Қазақстандағы модный мамандық заңгер деген мамандық. Заңды ол өте керек қой. Заңды оқып тұрады ма енді? Оқып, бұл жақтың заңын нетіп жатыр, бірақ емтихан тапсыру керек тілге. Бұл өте күрделі. Енді былай сізге де көмек жасап жатыр ма? Заң бойынша, егер заңгер болса, ол... Жоқ, заңгер болғанда бұл жақтың заңы, басқаша, бұл жақтың заңын өзімде біліп алдым, ол да маған көмектеседі. Бірақ бұл қазір бұл жақта жүргізуші болып жұмыс істеп жүр. Несі, Қазақстан заңы біледі, Қазақстанға келе алады ма ол кісі өзі? Жоқ, келе алмайды. Өйткені сізбен кеткеннен соң ба? Менде үйде тінту болды ғой. Тінту болған кезінде олар не қалдырды? Шығып келе жатқанда мынандай не пакетик қалдырды. Наркотик. Оны менің балам көріп қойды. Көріп қойғаннан кейін төбелес басталды. Сондай да болды ма? Оның бәрі... Ол соң келгенде ба, әлде одан бұрын ба? Тінту бір рет болды, сол кезде соның үстінде ол көріп қойды. Мен оған айттым сразу. Балам қарап тұр, бұлар қазір могут подкинуть дедім. Ол неше жаста ол кезде сонда? 24-те ол кезде. Үлкен. Сосын көргеннен кейін, байқап қалғаннан кейін понятой салды. Өздері ертіп әкелген понятойлар. 2 жігіт. Сосын мен балам төбелесе бастады. Енді былай штаб етіп төбелесе бастағанда түймен. Түймесін жүріп төбелесе бастады. Содан кейін анау майор келді. Ананы алды да бүйтіп қалтасына салды. Түк болмағандай кетіп қалды. Демек не болған жоқ, оны наркотик... Не получилось. Не получилось. Көріп қойдым, айттым ғой, көріп қойды. Содан кейін төбелесті бұл, ана понятойды бүйтіп ұрып төбелесті, жетіп қалып. Содан кейін мен ойладым, бұл баланы қалдыруға болмайды, ертең бірдеме жабыстырады оған деп ойладым да. Қазір байланыс бар ма оның Қазақстанменен бір несі, бір енді онлайн бір нәрсе бизнес жасау болмайды ма деген бір іс ойластырып көрген жоқсыз ба? Біз преступниктермен кім сөйлеседі? Қалай сөйлеседі преступник? Сіз де преступниксіз ғой? Қорқыт. Жоқ, ешқандай байланыс жоқ, достарымен сөйлесіп тұратын шығар, андай іс әрекет жасайтын байланыс жоқ бізде.
Енді ол преступник, қандай преступник? Ол преступник емес қой, сот болған жоқ. Сол, енді мен айтып жатқан бізбенен бұл қосылып жаңғыз жүрмесін дегенім ғой. Бір топта ма, мен мысалы... Жоқ, бұл жақта уже достарын тапты, бұл жақта да не топтар тапты, әңгімелеседі. Жаңғыз қалмаңыз. Араласатын кісілер қазақтар ол жақта бар шығар, иә? Иә, қазақтар жоқ, бірақ сол жоқ болмағаннан жалғыздық деп сезінеміз де. Иә, енді сізге жақсылық тілеймін, Алла тағала бір жолыңызды ашсын. Біз нақты тәуелсіз ел болып бәріміз осы көк жалауды дейміз, сол сізге көп ризамын. Өткенде сіз неге кіре салып, мен қалымды сұрап, көмектестім деп неткеніңізге риза болып қалдым. Себебі даже туысқандардың арасында да мені іздеп жатқан адам жоқ, біз бармыз ба жоқпыз ба. Ал енді сіз енді туысқан емессіз, бірақ енді онда менде кісілер көп қой, ондай азаматтар бізде жетіп жатыр. Ол шынайы көмек. Сол, енді Санатқа сәлем айтыңыз. Бізбенен хабарлассын, мүмкін мен бір қандай жұмыс бірге істейміз. Жұмыс дегенде мен ойлағам информатикадан ба, бір тағда қандай саладан, мүмкін оған былай жоғары білім бар ғой? Иә, білімі бар. Сондай. Бірақ көп неден өттік, стресстен өттік, ол да менде. Сонымен енді есіміз жиып жатырмыз. Мен сізге бір нәрсе айтайын ба, біреуге өтірік, біреуге шын. Мен анамның қайтқан жылын ұмытып қалыппын. Баламның әкесі қайтқан жылы ұмытып қалыппын. Оны қайдан білдім? Bir күні менің Facebook білет, баланың аты жөні шығады, туған күні 29-ға толады деді. Қайдағы 20, ол 25 демес пе деді. Сонда менің миым тоқтап тұрғана қазір. Иә, сонымен көбіне енді миымыз енді жиып, енді нетіп жатырмыз енді. Ал енді азаматтар көмектесіп жатыр деп сұрадыңыз ғой, иә? Көмектеседі, біртінде көмектеседі, шетінде де араласасыз ба деген сұрап жатырмыз, араласамыз. Иә, көмектесіп нетіп жатыр, қағаздар бойынша көмектесіп жатыр солай. Құжаттармен ақылдарын айтып, өйткені басқа бүтін жерде жүрген ең маңыздысы аштан өлмейсің, оны үкімет береді. Ең маңызды ақпарат. Басқа тілде. Мына жақта да не істеу керек, мынандай да не істеу керек, заңдары қалай. Сосын кейін олар заңдарға өте бағынады ғой. Өте бағынады. Өте бағынады. Сол себепті мен сізге бір нәрсе айтайын. Сіз өткенде мен модератор болдым ғой. Сіз сөйлеп жатсыз, регламентті тыңдау керек. Демократия деген ең алғашқысы тәртіп, закон послушание. 3 минут өтті ма сонда? 3 минут түгелі. Кешіріңіз, мен оны байқау керек енді. Соны қарап отыру керек. Бұл жақта тәртіп бірінші очередь. А бізде қазақтар бар, демократия деген не айтқан, не айтам, соны айтам, қайда барам, соны маған ештеңе істеме деу керек деп. Жоқ, олай емес. Тәртіп. Иә. Бауыржан Момышұлы айтқандай деп қосу болады да. Иә. Сол. Бірақ мен Бауыржан Момышұлының бір жағын қолдаймын, бір жағын қолдамаймын. Все равно ол өз заманының несі ғой енді. Иә, азаматы сол кездегі енді қалай болса соған сәйкес. Бірақ бір риза болғаным, оған алғашқы рет Совет Герой Советского Союза берем дегенде Момышев деп айтқанда, жоқ, мен Момышұлы деп етпей оған. Соған ризамын. Енді Ботагөз ханым, біздің екеуміз арамызда бір әңгіме болған секілді, енді басқаларға қаншама қызық болады. Бұл мақсат кішкене ұзағырақ өтті. Тағы да сөйлесетін тақырыптар көп. Сізге көп рахмет, жақсылық тілейміз. Елімізге бір аман есен қайтып, бір белсенді бір генерал болыңыз біз жақта.
маған не маңызды халықтың ойы. Қалғаны маған билік не деп жатыр, анау не деп жатыр. Мен халықтың несі маған не Халық пікірі маңызды. оянса болды ғой сізге Халықтың енді. несі. Оянса қалай саналы түрде жүрсек. Жақсы. Сау болыңыз. Көп рахмет сізге. Жақсы. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.